Okay. Today's new title is about family. яғни бүгін біз жанұя тақырыбы бойынша сабақ өтетін боламыз. Okay. First of all, I would like to introduce new words about family. яғни жаңа сөздерді алдымен таныстырып өтейін. Please repeat after me. Менен кейін қайталап отырыңыздар. Father, әке, mother, ана, grandmother, әже, grandfather, ата, brother, аға, sister, әпке, uncle, дядя, aunt, тетя, cousin, жиен, nephew, жиен, ұл балаға, niece, жиен, қыз балдарға. Енді осы сөздерді дәптерге жазып, жаттап аламыз. Келесі тапсырма осы жанұя мүшелеріне байланысты. Яғни мына жерде суретке қараймыз, сурет жаңағы кімнің суреті беріліп тұр? Brother ма или sister ма, grandfather, яғни суретке қарап, сол әпшесі болса, әпшесінің, атасы болса, атасының, яғни атауларын ағылшынша жазып шығамыз. Father әке, mother ана, sister әпке, grandfather ата, brother аға, grandmother әже. Мінекей, осы сөздерді көп нүктенің орнына қойып жазып шығуымыз қажет. First sentence. She is my sister. Yes. He is my grandfather. He is my brother. Yeah. Дәл осылай сөйлемді ары қарай аяқтап, маған жекеме жазып жіберіңіздер. Okay? Келесі тапсырма. Complete the sentence using possessive case. Яғни зат есімнің тәуелдік септігін қолданып сөйлемді толықтырамыз. Мына жерде, яғни мына заттар кімге тиесілі, кімнің заты, соны біз ағылшынша айтуымыз керек. Алдымен мына жердегі берілген суреттер бойынша тест берілген екен, иә? Okay. Who is she? Who is she? Бұл кім? Brother, sister, aunt. Brother дегеніміз ағасы, sister дегеніміз әпкесі, aunt дегеніміз тетясы. Я, бізде дұрыс жауабы sister. Так, who is he? Ол кім? Uncle, grandma, grandpa. Yes, right, grandpa. Who is he? Brother, cousin, uncle. Yes, brother. Who is he? Aunt, mom, uncle. Кім екен мына кісі? Анасы, yeah. Mom. Who is he? Uncle, grandpa, dad. Кім екен бұл кісі? Yes, dad. He is dad, yes. Next. Who is she? Grandma, grandpa, and aunt. Yes, grandma, әжесі. Who is he? Aunt, uncle, cousin. Uncle, yes. яғни дядясы. Who is he? Brother, cousin, sister. Brother дегеніміз бізде ағасы немесе інісін айтқанда қолданамыз. Okay? Now, you should complete this sentence using possessive case. яғни possessive case дегеніміз бізде apostrophe s. Ның, тың деген жұрнақты білдіреді. Осы ережені қолданып біз сөйлем толықтырамыз. Қараймыз. Мынау бізде brother. Сонда this is my. Кімнің добы? Ағасының добы. Яғни ағаны біз brother дейміз. Апостроф s-ті қосамыз brother сөзіне. Енді мышкамен жазған екен сәл ыңғайсыздау. Апостроф s. Ағамның добы дейтін болсақ, бол сөзін жазамыз. Бол. This is my brother's ball. Мынау менің ағамның добы. Енді, who is she? Мына кісі кім болды? Yes, aunt. Сонда, мынау кімнің ручкасы екен? Тетясының ручкасы. Енді соны ағылшынша қалай айтамыз? This is my, міне, aunt деген сөзді. Мұнда жазамыз.
и апостроф s, aunts. Ручканы pen деп айтамыз. This is my aunt's pen. Pen деген сөз. Сонда мынау менің әпкемнің, тетямның ручкасы. Келесі. Who is he? Sorry, he. Who is he? Yes, he's a dad. Енді мына сөмке портфель. Дәрігер екен. Яғни дәрігердің сөмкесі деп ойлаймын мына жердегі. Сонда әкені қалай айтамыз? Dad. Ал әкемнің деген кезде міне осы dad сөзіне апостроф s-ті қосамыз. Әкемнің деген сөз шықты. This is my dad's сөмкені bag. This is my dad's bag. Чиеріп. Мінекей балалар, дәл осылай мына сөйлемді толықтырып жазып, маған жекеме жазып жіберіңдер. Түсінікті болды ғой, Тапсырма. Жасай аламыз ба? Жасай алмасақ, менен бөлек тағы да қосымша сұрауларыңа болады. WhatsApp-қа шығып. Окей. Келесі тапсырмаға көшейін. My family. Менің отбасым. Енді, міне, my name is. Яғни, әрқайсыларың өздерінің аттарын жазып шығасыңдар. My name is. Яғни, өздеріңнің отбасыларың туралы мына жерде шағын мәлімет беріп өту керек. Яғни, соның мына жерде шаблоны берілген, үлгісі. Бірінші, my name is. Яғни, мысалға, for example, For example, Айгүл деген қызды алайық. My name is Айгүл. I am жасын айтамыз. 21 years old. Мен 21 жастамын дейді. My mother's name is, for example, Перизаттик. Енді әрқайсыларың өздеріңнің аналарыңның аттарын жазып шығасыңдар бұл жерге. әрпі А. Мышкамен жазған екен сәл ыңғайсыз болып тұр. My mother's name is Перизат. Яғни менің анамның аты Перизат. My mother is N немесе мамандығын айтамыз бұл жерде. For example, my mother is a doctor. Яғни менің анам дәрігер. My father's name is, for example, Канат. Енді әрқайсыларың өздерінің папаларыңның атын жазасыңдар. My father's name is Канат. Мен үлгі ретінде жазып көрсетіп отырмын. Мына информациялар маған қатысы жоқ. My father is N, for example, жүргізуші болатын болса, driver, жүргізуші. Engineer болатын болса, an engineer деп жазып шығамыз. My mother's name is, my grandmother's name is, менің әжемнің аты, for example, Maria. My grandfather's name is Kural. My sister's name is, for example, Jadra. My sister is an accountant. Сиярка. Accountant. Есепші. Бухгалтер. Міне. Енді мына жерде мышкамен жазылған екен, сәл түсініксіздеу болып тұрған шығар, бірақ үлгі ретінде жақсы көрсетілді деген ойдамын. Дәл осы сияқты қылып үйде өздеріңнің отбасыларың жайлы жазып шығамыз. Яғни біріншісінде өздеріңнің аттарыңды айтасыңдар, жастарыңды, аналарыңның аты, оның мамандығы, папаларыңның аты, папаларыңның мамандығы, әжелеріңнің аты, аталарыңның және әпшелеріңнің
және әпшелеріңнің мамандығы. Енді өздеріңнің әпшелерің, жоқ, аталарың қандай жұмыс істеді, немесе әжелерің кім болып жұмыс істеді, иә? Енді ағаларың бұл жерде аға көрсетілмеген, ағаларыңды өздеріңде қосып, қосымша жазсаңдар да болады. Тапсырма түсінікті болса, келесі сабақта көріскенше. Bye bye. Thanks for your attention.